Осында мысалы мына атаның басында қыбырлаған жыбырлаған зат өлтірмейді. Жылан болсын, ара болсын, қоңыз болсын, неге десеңіз де любой заттан шипа болуы мүмкін. Неге десеңіз мынадай не бар, осында бір не болған, жаңағы бір кісіні осында жаңағы аяғы жүре алмай көтеріп алып келген ауырып. Содан атаның ішіне жатқызып қойды, Құран оқып болғаннан кейін атаның ішінде ұйықтап жатқанда мына аса деген ара бар емес пе кәдімгі. Сол ананың аяғына қонып алып, бүйтіп айналып жүргенде жаңағы әке шешесі ойбай мына баламызды шағып алады ау мына ара. Алып тастайық, өлтіріп тастайық дегенде өлтіртпедік, әй тиіспе. Ол осы жерде шипа болады содан. Бұл жерде атаның басында қыбырлаған жыбырлаған затты өлтірмейді. Содан шипа болуы мүмкін дегенде жарайды деп қойып қойған. Содан ана түспейді, айналады, бері айналады. Ана кісілер отырып тамақ ішуге кетіп қалмаймын енді. Ана бала ұйықтап жатқаннан кейін. Содан ана бала бәрі тамақ ішіп, шай ішіп отырса, неде? Ана бала жүре алмай келген бала өз аяғынан тұрып, жаңағы дәретханаға шығып баратқан. Көргенде жаңағы әкесі мен шешесі жаңағы қуанғандарынан жүректері жарылып кете жаздады осы жерде. Сондай случай болды. Жаңа бір ара бір айналды, бір сағат, 2 сағат ұйықтап, содан жазылып кетті. Жүгіріп, қазір шапқылап жүр.